Аты жөніңіз? Әшірғалыш. Мен сіздің емдеуші дәрігеріңіз Канагат Скапынамын. Сізге перифериялық лимфатиндеріне және қалғанша безіне пальпация жүргіземін. Перифериялық лимфатиндеріне пальпация жасау үшін тікеңізден алдыма қарама-қарсы тұрыңыз. Желке ойығы лимфатиндеріне пальпация жасау үшін басыңыз шамалы шалқайтыңыз. Екі қолдың төрт саусақтарын біріктіріп, бүгілген күйде саусақтың ұштарымен желке ойығын сипап тексеремін. Желке лимфатиндері пальпацияланбады. Басыңыз тік ұстаңыз. Құлақ маңы лимфатиндеріне пальпация жасау үшін екі қолдың төрт саусақтарын біріктіріп, бүгілген күйде саусақтың ұштарымен құлақ маңын сипап тексеремін. Құлақ маңы лимфатиндері пальпацияланбады. Жақ асты лимфатиндеріне пальпация жасау үшін басыңыз шамалы еңкейтіңіз. Екі жақтан жақтың астына екі қолдың төрт саусақтарын біріктіріп, бүгілген күйде саусақтың ұштарымен сипап тексеремін. Жақ асты лимфатиндері пальпацияланбады. Екі асты лимфатиндеріне пальпация жасау үшін сол қолмен желкесінен демеп тұрамын. Оң қолдың төрт саусағын біріктіріп, иек астына орналастырамын. Сипап тексеремін. Иек асты лимфатиндері пальпацияланбады. Басыңыз тік ұстаңыз. Мойын лимфатиндеріне пальпация жасау үшін екі жақтан мускулостеноклейдомастидозының артқы бетінен және алдыңғы бетінен жоғарыдан төмен қарай сипап тексеремін. Мойын лимфатиндері пальпацияланбады. Бұғана үсті және бұғана асты лимфатиндеріне пальпация жасау үшін екі қолдың төрт саусақтарын біріктіріп, бүгілген күйде саусақтың ұштарымен бұғана үсті ойығын сипап тексеремін және бұғана асты ойығын сипап тексеремін. Бұғана үсті және бұғана асты ойығында лимфатиндері пальпацияланбады. Егер лимфатиндері пальпацияланса, оның бетіне, тығыздығына, жылжымалығына және ауырсынудың бар жоқтығына сипаттама беремін. Қалқанша безінің пальпациясы. Қалқанша безінің мойыншығына пальпация жасау үшін бірінші әдіспен сол қолмен арқасынан демеп тұрамын. Оң қолдың екінші және үшінші саусағын кеңірдектің қалқанша тәрізді шеміршегінің үстіне орналастырамын. Басыңыз шамалы еңкейтіңіз. Қатты баспай, жоғарыдан төмен қарай пальпация жасаймын. Жұтыныңыз. Қалқанша безінің мойыншығы пальпацияланбады. Қалқанша безінің мойыншығын екінші әдіспен пальпация жасау үшін екі қолдың төрт саусағын біріктіріп, мускулостеноклейдомастидозының артқы бетіне орналастырып, бас бармақтарымды кеңірдектің қалқанша тәрізді шеміршегінің үстіне орналастырамын. Қатты баспай, жоғарыдан төмен қарай пальпациялаймын. Жұтыныңыз. Қалқанша безінің мойыншығы пальпацияланбады. Қалқанша безінің оң жақ бөлігіне пальпация жасау үшін сол қолым бас бармағын оң жақтағы мускулостеноклейдомастидозының артқы бетіне орналастырып, төрт саусағымды мойын артына бағыстап орналастырамын. Оң қолым бас бармағын бұлшықеттің алдыңғы бетіне орналастырып, қалған төрт саусақты мойын артына бағыттап орналастырамын. Сол қолдың бас бармағымен фиксация жасап, оң қолдың бас бармағымен жоғарыдан төмен бұлшықет астына қарай пальпация жасаймын. Қалқанша безінің оң жақ бөлігі пальпацияланбады. Қалқанша безінің сол жақ бөлігіне пальпация жасау үшін оң қолдың бас бармағын сол жақтағы мускулостеноклейдомастидозының артқы бетіне орналастырып, төрт саусағымды мойын артына бағыттап орналастырамын. Сол қолымның бас бармағын бұлшықеттің алдыңғы бетіне орналастырып, қалған төрт саусақты мойын артына бағыттап орналастырамын. Оң қолдың бас бармағымен фиксация жасап, сол қолдың бас бармағымен бұлшықет астына қарай пальпация жасаймын. Қалқанша безінің сол жақ бөлігі пальпацияланбады. Егер қалқанша безінің мойыншығы немесе бөліктері пальпацияланса, оның санына, пішініне, көлеміне, тығыздығына, қозғалыштығына, айналасындағы тінділермен жабысқан жабыспағандығына және ауырсынудың бар жоғына сипаттама беремін.